Ей жүрегімнің қуаты перзентлерім, сіздерге адам оғылының мінездері туралы біраз сөз жазып, ядкар қалдырайын. Ықыласпенен оқып ұғып алыңыздар, оның үшін махаббаттың төлеуі махаббат. Әуелі адамның адамдығы ақыл, ғылым деген нәрселерменен. Мұның табылмақтығына себептер әуелі хауас сәлим һәм тән саулық. Бұлар туысынан болады. Қалмыс өзгелерінің бәрі жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады. Талап ұғым махаббаттан шығады. Ғылым білімге махаббаттандырмақ әлгі айтылған үшеуінен болады. Ғылым білімді әуелі бастан бала өзі ізденіп таппайды. Басында зорлықпенен яки алдауменен үйір қылу керек. Үйрене келе өзі іздегендей болғанша, қашан бір бала ғылым білімді махаббатпенен көкселік болса, сонда ғана оның аты адам болады. Сонан соң ғана Алла тағаланы танымақтық, өзін танымақтық, дүниені танымақтық, өз адамдығын бұзбай ғана жәліп мәнфағат тәвқі мозартларны айырмақлық секілді ғылым білімді үйренсе білер деп үміт қылмаққа болады. Болмаса жоқ, ең болмаса шала. Оның үшін көбінесе балаларды жасында ата-аналары қиянатшылыққа салындырып алады. Соңынан моллаға берген болады, я ол балалары өздері барған болады, ешбір бақыра болмайды. Ол қиянатшыл балалары талапқа да, ғылымға да, ұстазға да, хатта иман иғтихатқа да қиянатпенен болады. Бұл қиянатшылар жарым адам, жарым молла, жарым мұсылман. Олардың адамдығының кәмелет таппағы қиынның қиыны. Себебі Алла тағала езі қақиқат, растықтың жолы, қиянат қақиқат пен растықтың дұшпаны. Дұшпаны арқылы шақыртқанға дос келеме, көңілде өзге махаббат тұрғанда хақлықты таппайды. Адамның ғылымы, білімі, қақиқатқа, растыққа құмар болып, әр нәрсенің түбін, хикметін білмекке ынтықпенен табылады. Ол Алланың ғылымы емес, һәммәні білетұғын ғылымға ынтықтық, өзі де адамға өзіндік ғылым береді. Оның үшін ол Алланың өзіне ғашықтық. Ғылым Алланың бір сипаты. Ол хақиқат, оған ғашықтық өзі де хақлық һәм адамдықтыр. Болмаса мал таппақ, мақтан таппақ, ғизат, құрмет таппақ секілді нәрселердің махаббатымен ғылым білімнің хақиқаты табылмайды. Мал, мақтан, ғизат, құрмет адамды өзі іздеп тапса, адамдықты бұзбайды һәм көрік болады. Егерде адам өзі оларға табынып іздесе, тапса да, таппаса да адамдығы жоғалады. Енді хақиқат сүйіп, шынды білмек құмарының бар болса, адамдыққа лайықты, ықыласты құлағыңды қой. Әуелі дін исламның жолындағы пенделер иманның хақиқаты не сөз екенін білсін. Иман дегеніміз бір ғана инанмақтық емес, сен Алла тағаланың бірлігіне, уә Құранның оның сөзі екендігіне, уә пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уәссәләм оның тарапынан елші екендігіне инандың. Және не бітті? Сен Алла тағалаға, Алла тағала үшін иман келтіремісің, я өзің үшін иман келтіремісің? Сен иман келтірмесең де Алла тағалаға келер ешбір кемшілік жоқ еді. Өзің үшін иман келтірсең, жә инандың. Ол инанмақтығың құр ғана инанмақтықпен қалса саған пайда бермейді. Оның үшін сен өзің инанмақтығыңнан пайда ала алмадың. Пайдаланамын десең пайда береді, кәміл иман болады. Пайданы қалайша алуды білмек керек. Сіз аманту биллахи кама хуа би асмайхи ва сифатихи дедіңіз. Ол есім Аллалар һәммә ол Алла тағаланың фиғыл ғазимлерінің аттары. Олардың мағынасын біл һәм 8 сифат затиялары не деген сөз, кәміл үйрен. Өзіңді оның құлы болып, өзіңе муслим ат қойып, тәслим болғаныңа раст боласыңда. Өз пиғылдарыңды соған, өз қалыңше ұқсатуды шарт қыл. Алла тағалаға ұқсай алам деп надандықпен ол сөзден жиіркенбе. Ұқсамақ дәл бірдейлік
тағуасыменен емес, соның соңында болмақ. Оның үшін Алла тағаланың сипаттары хаят, ғылым, құдірет, басар, самих, ирада, кәләм, тәкин. Бұл сегізінен Алла тағалағыдағыдай кәмәләт, ғазамат, бірлән болмаса да, пендесінде де әрбірінен өз халінше бар ақылы бар қылып жаратыпты. Біз өзіміздің бойымыздағы 8 зәррә атта сипатымызды ол Алла тағаланың 8 ұлық сипатынан бас бұрғызып өзге жолға салмақпенен біздің атымыз мүслим бола ала ма? Болмаса керек. Ол 8 сипатына сипатымызды һәм ол аттары бірлән ағламланған фиғыл құдаға фиғылымызды етпек неменен табылады. Қалайша табылады, оны білмек керек. Ол Алла тағаланың заты, ешбір сипатқа мұқтаж емес. Біздің ақылымыз мұқтаж. Жоғарғы жазылмыш сипаттар бірлән тағрифлап танымаққа керек. Егер де ол сипаттар бірлән тағрифламасақ, бізге мағрифатулла қиын болады. Біз Алла тағаланы өзінің білінгені қадар ғана білеміз, болмаса түгел білмекке мүмкін емес. Заты түгіл хикметіне ешбір хакім ақыл өрістіре алмады. Алла тағала өлшеусіз, біздің ақылымыз өлшеулі. Өлшеулі мен өлшеусізді білуге болмайды. Біз Алла тағала бір дейміз, бар дейміз, ол бір демекілік те ақылымызға ұғымның бір тиянағы үшін айтылған сөз. Болмаса ол бір демекілікте Алла тағалаға лайықты келмейді. Оның үшін мүмкинаттың ішінде не нәрсенің ужуды бар болса, ол бірліктен құтылмайды. Әрбір хадиске айтылатұғын бір хадимге тағриф болмайды. Ол бір деген сөз ғаламның ішінде ғалам, Алла тағаланың ішінде Құдай табарака уа тағала кітаптарда 8 субъектия сипаттары бірлән уа 99 әсмай хусналар бірлән білдірген. Бұлардың һәммәсі Алла тағаланың затия субъектия уа фиғлия сипаттары дүр. Мен мұнда сіздерге 4-еуін білдіремін. Оның 2-еуі ғылым, құдірет, 8 сипаттан қалған 6-ы бұларға шарх. Ол 6-ның бірі хаят, яғни тірлік. Алланы бар дедік, бір дедік, ғылым, құдірет сипаты бірлән сипаттадық. Бұл бірлік, барлық ғылым, құдірет улула боларлық нәрселер ме? Әлбетте, ғылым құдіреті бар болады. Хаяты мағлұм, бірі ирада, яғни қаламақ. Ғылым бар болса, қаламақ та бар. Ол еш нәрсеге харекет бермейді, һәммәға харекет беретұғын өзі. Ол ирада ғылымының бір сипаты кәләм, яғни сөйлеуші деген сөз қаріпсіз, дауыссыз болушы ма еді? Алланың сөзі қаріпсіз, дауыссыз. Енді олай болса айтқандай қылып білдіретұғын құдіреті және басар, самиқ, яғни көруші, естуші деген. Алла тағаланың көрмегі, естімегі біз секілді көзбенен, құлақпенен емес, көргендей, естігендей білетұғын ғылымның бір сипаты. Бірі тәкуин, яғни барлыққа келтіруші деген сөз. Егер барлыққа келтірмегі бір өз алдына сипат болса, Алла тағаланың сипаты өзіндей қадым. Хам әзәли, хам әдеби болады да. Хаймеша барлыққа келтіруден босанбаса, бір сипаты бір сипатынан үлкен я кіші болуға жарамайды. Олай болғанда ғылым құдірет сипаттары секілді босанбай, һәр уақыт жаратуда болса, бір ықтиярсыздыққа шығады. Ол ықтиярсыздық Алла тағалаға лайықты емес. Оның барлыққа келтірмегі құдіретіне ғана бір шарқ. Бұл ғылым құдіретте ешбір нұхаятсыз, ғылымында ғафлят құдіретінде епсіздік және нашарлық жоқ. Саниғын сұңғатына қарап білесіз. Бұл көзге көрілген, көңілге сезілген ғаламды қандай хикметпенен жарастырып, қандай құдіретпенен орналастырған. Ешбір адам баласының ақылы жетпейді. Бірақ пендесінде ақыл хүкімші, қайрат, қуат қызмет қылушы еді. Соған қарап ойлайсын. Алла тағаланың сипатына солай болмаққа тиіс. Бірақ әуелде айтқанымыз ғылым, құдірет біздің ұғуымызға ғана екі қисап болмаса, бірақ ғылымды құдірет болуға тиіс. Олай болмаса сипаттар өз орталарында бірі табих, бірі матбух болады ғой. Бұл болса тариф Раббыға жараспайды. 8 сипат қылып, және ол сипаттар лағайру вәлә хуа болып, бұлай айтуда бұлардан бір өз алдына жамағат яки жамиғат шығып кетеді. Бұл болса келіспейді.
егер де сипаттарды әрбірін басқа дегенде көп нәрседен жиылып иттифақпенен құдай болған болады. Бұлай деу батыл, бір ғана құдірет пендеде болған қуат. Құдірет ғылым ақылдан басқа болатұғын. Алла тағалада болған құдірет ғылым һәм рахмет. Ол рахмет сипаты 8 сипаттың ішінде жазылмаса да, Алла тағаланың Рахман, Рахим, Ғафур, Уадуд, Хафиз, Саттар, Раззақ, Нафих, Уәкіл, Уәкил, Латиф деген есімдеріне бинахи бір ұлық сипатынан қисаптауға жарайды. Бұл сөзіме нахлия дәлелім жоғарыдағы жазылған Алла тағаланың есімдері. Ғахлия дәлелім Құдай тағала бұл ғаламды ақыл жетпейтін келісімен жаратқан. Онан басқа бірінен бірі пайдалатұғын қылып жаратыпты. Жансыз жаратқандарынан пайдалатұғын жан иесі хайуандарды жаратып, жанды хайуандардан пайдаланатұғын ақылды инсанды жаратыпты. Хайуандарды асырайтұғын жансыздарды еті ауырмайтын қылып, жан иесі хайуандарды ақыл иесі адам баласы асырайтын қылып, һәм олардан мақшарда сұрау бермейтұғын қылып, бұлардың һәммасынан пайда аларлық ақыл иесі қылып жаратқан. Адам баласынан мақшарда сұрау алатұғын қылып жаратқандығында һәм ғадалат һәм махаббат бар. Адам баласын құрт, құс, өзге хайуандар секілді тамақты өз басымен алғызбай, ыңғайлы екі қолды басқа қызмет еттіріп, аузына қолы ас бергенде не ішіп, не жегенін білмей қалмасын деп, иісін алып ләззаттанғандай қылып, ауыз үстіне мұрынды қойып, оның үстінен тазалығын байқарлық екі көз беріп, ол көздерге нәзіктен, зарардан қорғап тұрарлық қабақ беріп, ол қабақтарды ашып жауып тұрғанда қажалмасын деп кірпік жасап, маңдай тері тура көзге ақпасын деп қаға беруге қас беріп, оның жүзіне көрік қылып, бірінің қолынан келместей істі көптесіп бітірмекке, біреу ойын, біреуіне ұқтырарлық тіліне сөз беріп жартпақтығы махаббат емес пе? Кім өзіне махаббат қылса, сен де оған махаббат қылмағың қарыз емес пе? Ақыл көзімен қара, күн қыздырып теңізден бұлт шығарады екен, ол бұлттарды жаңбыр жауып, жер жүзінде неше түрлі дәндерді өсіріп, жемістерді өндіріп, көзге көрік, көңілге рахат, гүл бәйшешектерді, ағаш жапырақтарды, қант қамыстарын өндіріп, неше түрлі нәбаттарды өстіріп, хайуандарды сақтатып, бұлақтар ағызып, өзен болып, өзендер ағып, дария болып, хайуандарға, құсқа, малға сусын, балықтарға орын болып жатыр екен. Жер мақтасын, кендірін, жемісін, кенін, гүлдер гүлін, құстар жүнін, етін, жұмыртқасын, хайуандар етін, сүтін, күшін, көркін, терісін, сулар, балығын, балықтар икрасын, хатта ара балын, балауызын, құрт жібегін, һәммәсі адам баласының пайдасына жасалып, ешбірінде бұл менікі дерлік бір нәрсе жоқ. Бәрі адам баласына таусылмас азық. Миллион хикмет бірлән жасалған машина, фабрик адам баласының рахаты, пайдасы үшін жасалса, бұл жасаушы махаббат, бірлән адам баласын сүйгендігі емес пе? Кім сені сүйсе, оны сүймектік қарыз емес пе? Адам баласы қанағатсыздықпенен бұл хайуандардың тұқымын құртып, алдыңғылар атқыларға жәбір қылмасын деп, малды адам баласының өзінің қызғанышына қорғалатып, өзге хайуандардың бірін ұшқыр қанатына, бірін күшті қуатына, бірін жүйрік аяғына сүйентіп, бірін биік жартасқа, бірін терең тұңғиыққа, қалың орманға қорғалатып, һәм әрбірін өсіп өнбекке құмар қылып, жас күнінде кішкене уақытында шафқат сахарыменен бастарын байлап, қамқор қылып қоймақтығы адам баласына өсіп өніп теңдік алсын емес, бәлки адам баласының үзілмес нәсіліне таусылмас азық болсын дегендік. Бұл хикметтерінің һәммәсін һәм мәрхамат, һәм ғадалат зәхир тұр екен.
Біз ортамызда бұл мархамат ғадалатты иманның шартынан хисап қылмаймыз. Оның үшін муслим болғанда Алла тағалаға тәслим болып, оның жолында болмақ едік. Болғанымыз қайсы? Бұл 2 ай мен күннен артық мағлұм тұрған жоқ па? Фиғылы құданың ешбірінде қарар қылмаймыз. Өзгелерде болғанын жек көрмейміз, өзіміз тұтпаймыз. Бұл қиянатшылық емес пе? Қиянатшылыққа бір қарар тұрған адам, я мұсылман емес, ең болмаса шала мұсылман. Алла табарака уа тағаланың пенделеріне салған жолы қайсы? Оның көбі білмейді. Тафаккару фиғла иллахи деген хадис шарифтің инналлаху уихибул мухситун деген аяттарға ешкімнің ықыласы, көңілі менен ғылымы жетіп құптағанын көргенім жоқ. Атамурун аннаса билбирри уақсану инналлаху уихибул мухсин. Алазина аману вағимилу салихати улайна асхабул джайнати хам фиха халидун деген аяттар Құранның іші толған. Ғамалус салих не екенін білмейміз. Амалзина аману вағамилус саликати фаяфихим ужурахум валлаху ла ихиб буз залимин аятына қарасаң, ғамалус салих салықтың хизидді болар. Олай болғанда ғадалат равғат болуға кімде кімнің әділеті жоқ болса, оның хаясы жоқ, кімнің ұяты жоқ болса, оның иманы жоқ деген. Пайғамбарымыздың салаллаху алейхи уассаламның хадис шарифі мән ла хаюн лаху деген дәлелдір. Енді белгілі, иман құр инанышпен болмайды. Ғадалат уа равғат бірлән болады. Ғамалус салих ғадалатты уа мархаматты болмақ күллі тән бірлән қылған құлшылдықтардың ешбірі ғадалатты мархаматты бермейді. Көзің күнде көреді, намаз оқушы, ораза тұтушылардың не халатта екендіктерін оған дәлел керек емес. Бәлки, ғадалат барша ізгіліктің анасыдыр. Ынсап, ұят бұл ғадалаттан шығады. Оның үшін ғадалаты адамның көңіліне келеді. Мен өз көңілімде халық менімен сондай, мұндай қылықтармен мұғалама қылса екен деп ойлап тұрып, өзім сол халықтармен мұғалама қылмағандығым жарамайды ғой деп, сол езі әділетте және нысапта емес пе? Ол хамма жақсылықтың басы емес пе? Жә, олай құлықпенен сол ойды ойлаған кісі халаққаны шүкірді неге ойламастын? Шәкірліктен ғибадаттың бәрі туады. Енді зинхар, ғадалат шапағаттан босанбаңдар. Егер босансаң, иман да, адамдық та хаммасы босанады. Алла ярсофының бір фәрдадан 100 фәрда бижай дегені басыңа келеді. Енді біздік бастағы тағриф бойынша Құдай тағала ғылымды, рахымды, ғадалатты, құдіретті еді. Сен де бұл ғылым, рахым, ғадалат 3 сипатпенен сипаттанбақ. Үждихаттың шарт еттің, мұсылман болдың, һәм толық инсанияттың бар болады. Белгілі жауан мәртілік 3 харслат бірлән болар деген сиддиқ, кәрам, лахыл. Бұл үшеуінен сиддиқ ғадалат болар, кәрам шафағат болар, ғақыл мағалумдүр, ғылымның бір аты екендігі. Бұлар әр адамның бойында Алла табарака уа тағала тахмин бар қылып жаратқан. Бірақ оған рауаж беріп гүлдендірмек, бәлкім адам өз халінше кәмәлатқа жеткізбек жахатінде болмақ. Бұлар ес иждихаттың бірлән ниет, халис бірлән ізденсең ғана берілетін нәрселер болмаса жоқ. Бұл айтылмыш 3 хаслаттың иелерінің алды пайғамбар, онан соң әулиелер, онан соң хакімдер, ең ақыры кәміл мұсылмандар. Бұл 3 түрлі фиғыл Құданың соңында болмақ. Өзін құл біліп, бұл фиғылдарға ғашық болып тұтпақты пайғамбарлар үйретті әулиелерге. Әулиелер оқыды, ғашық болды. Бірақ ұқрай пайдасын ғана күзетті.
ғашықтары сол халге жетті, дүниедегі тиерлік пайдасын ұмытты. Бәлки хисапқа алмады. Хакімдер дүниеде тиетін пайдасын сөйледі. Ғибрат көзмен қарағанда екеуі де бірінен бірі көп жырақ кетпейді. Оның үшін әрбірінің сөйлеуі, айтуы басқаша болса да, Алла тағаланың сұңғатына қарап пікірлемектігі екеуі де айтты. Пікірленбек соңы ғибраттанбақ болса керек. Бұл ғақыл, ғылым екеуі де өзін зорға есептемекті, залымдықты, адам өзінде адамды алдамақты жек көреді. Бұл ғадалат ғар екеуі де мархаматты, шапағатты болмақтықты айтып бұйырды. Бұл рахым болса керек. Бірақ менің ойыма келеді, бұл екі тақиққа әр кісі өздеріне бір түрлі нәпсісін фида қылушылар деп. Яғни пенделіктің камалаты әулиелікпен болатығын болса, күллі адам тәркі дүние болып, ху деп тарихатқа кірсе, дүние ойран болса керек. Бұлай болғанда малды кім бағады, дұшпанды кім тоқтатады, киімді кім тоқиды, астықты кім егеді, дүниедегі Алланың пенделер үшін жаратқан қазыналарын кім іздейді. Харами, макруби былай тұрсын, Құдай тағаланың қуатыменен, іжтихат ақылыменен тауып, рахатын көрмегеніне бола жаратқан, берген нығметтеріне онан көрмек хузурға суық көзбен қарап, ескерусіз тастап кетпек ақылға, әдепке, ынсапқа дұрыс па? Сахиб, нығметке шүкіршілігің жоқ болса, әдепсіздікпенен күнәкар болмайсың ба? Екінші, бұл жолдағылар қор болып, дүниеде жоқ болып кету де қаупі бар. Уә кәпірлерге жем болып кету де қайсы бір сабырсыз жолынан тайып, сабырмен бір қарар тұрамын дегені болып кетселер де керек. Егер де бұл жол жарым-жартыларына ғана айтылған болса, жарым-жарты рас дүние бола ма? Рас болса, хаммаға бірдей раст болсын, алалаған раст бола ма, хам ғадалат бола ма? Олай болғанда ол жұртта ғұмыр жоқ болса керек. Ғұмыр өзі хақиқат. Қай жерде ғұмыр жоқ болса, онда кәмалат жоқ. Бірақ әулиелердің де бәрі бірдей тәркі дүние емес еді. Ғашаран, Мүбашарадан Хазірет Ғосман, Ғабдурахман бин Ғауп, Уайсағид бин Абудхас үшеуі де үлкен байлар еді. Бұл тәркі дүниелік, дүние ләззатына алданып, іжтиғадым шала қылады деп бойына сенбегендік, хырс дүниеліктен қауымның көңілін суытпақ үшін ренжуге сабыр етіп, өзін фида қылып, мен жаныммен ұрыс қылғанда, халық ең болмаса нәпсісімен ұрыс қылып, хауастан әрбір арзу нәпсіден суынып, ғадалат, мархамат, махаббатына бір қарар болар ма екен деген үмітпенен болса керек. Олай болғанда, ода жұртқа қылған артық махаббаттан хисап. Бірақ бұл жол бек шетін, бек нәзік жол. Бұл жол дариясыз, жеңілсіз бір қарар тұрып іздеген ғана кісі істің камалатына жетпек. Бұл заманда надир, бұған ғылымның да зоры, сидиқ, қайраттың да зоры, махаббаттың халақна да, уә халық ғаламға да бек зоры табылмақ керек. Бұлардың жиылмағы қиынның қиыны, бәлки фитна болар. Басына һәм бір өзіне өзгешілік бермек, адам ұлын бір бұзатын іс. Әрбір наданның бір тарихатқа кірдік деп жүргені біз бұзылдық дегеніменен бір болады. Хакім ғалым асылда бір сөз, бірақ ғарафта басқалар дүр. Дүниеде ғылым зәхирі бар, олар айтылмыштарды жазылмыштар, оны нақлия деп те атайды. Бұл нақлияға жүйріктер ғалым атанады. Құдай тәбәрәка уа тағала ешбір нәрсені себепсіз жаратпаған. Мұны зерлеп, тафаккару фи Аллахи деген хадиске бинаан бұл сұнғати құдадан зерлеп құмар болып ғибратланушыларға тыю жоқ. Бәлки сұнғатынан себебін білмекке құмарлықтан саник ғашықтық шығады. Құдай тәбәрәканың затына пендесінің ақыл жетпесе, дәл сондай ғашықпын демек те орынсыз. Ғашық мағшуқлыққа халик бірлен, махлуқ ортасы мүнәсибәтсіз. Алла тағаланың пендесін махаббат уа мархамат бірлен жаратқанын біліп, махаббатына махаббатпенен ғана елжіремекті Құдаға ғашық болды дейміз. Олай болғанда хикмет Құдаға пенде өз ақылы жетерлік қадірін ғана білсем деген әрбір істің себебін іздеушілерге хакім ат қойды.
Бұлар хақ бірлән батылды айырмаққа, себептерін білмекке тырысқандар менен, хаммасы адам баласының пайдасы үшін, ойын күлкі түгіл дүниедегі бүкіл ләззат бұларға екінші мәртабада қалып, бір ғана хақты таппақ, әрбір нәрсенің себебін таппақ бенен ләззаттанады. Адаспай тура іздеген хакімдер болмаса, дүние ойран болар еді. Фиғыл пәндейінің қазығы осы жақсы хакімдер. Әр нәрсе дүниеде бұлардың истихражы бірлән рауаш табады. Бұлардың ісінің көбі дүниесі, ләкин осы хакімдердің жасаған, таратқан істері. Ад-дүния мазрагатул ахирет дегендей, ахиретке егіндік болатын дүние сол. Әрбір ғалым хакім емес, әрбір хакім ғалым. Ғалымдарының нақлиясы бірлән мұсылман, иман, тахлиди кәсіп қылады. Хакімдердің ғақлияты бірлән жетсе, иман, якини болады. Бұл хакімдерден мұрат мұсылман хакімдері болмаса, ғайри діннің хакімдері әгәрша фатлубни тәжидуни дерінсе, дүниенің хәм адам оғлы өмірінің сырына жетсе де, діннің хақ мағрифатына жете алмағандар. Бұлардың көбі иманның 7 шартынан, бір Алланы танымақтан ғайри, яғни алтауына кімі күмәнді, кімі мүнкір болып тахлиқлай алмағандар. Егер бұлар дін ұстазымыз емес болса да, дінде башымыз Құдайдың елшісі, пайғамбарымыздың хадис шарифі хайру нас мән янфагу нас деген. Бұл хакімдер ұйқы, тыныштық, әуес қызықтың бәрін қойып адам баласына пайдалы іс шығармақлығына, яғни электрияны тауып, аспаннан жайды бұрып алып, дүниенің бір шетінен қазір жауап алып тұрып, от пен суға қайласын тауып, 1000 адам қыла алмастай қызметтер істетіп қойып тұрғандығы, уақсусан адам баласының ақыл пікірін ұстартып, хақ пенен батылдықты айырмақты үйреткендігі, баршасы нафиғлық болған соң, біздің бұларға міндеткерлігімізге дау жоқ. Бұл заманның молдалары хакім атына дұшпан болады. Бұлар білімсіздік, бәлки бұзық фиғыл. Әл-инсан ғадду ләма жахилге хисап. Олардың шәкірттерінің көбі біраз ғарап, парсыдан тіл үйренсе, бірлі жарым болымсыз сөз бахас үйренсе, соған мәз болып өзіне өзгешілік беремі деп, әуре болып жұртқа пайдасы тимек түгіл түрлі зарарлар хасил қылады. Хай, хой менен мақтан менен қауымда дастырып бітіреді. Бұлардың көбі әншейін жахил түгіл, жахилелер кібік талап болса, қайда хақ сөздер келсе, қазірін сапқа қайтсын, хәм ғибраттансын. Рас сөзге ор қазып, тор жасамақ не деген нысап. Құр өзімшілдік, хәм әр өзімшілдік. Адам баласын бұзатын фиғыл. Растың бір аты хақ, хақтың бір аты Алла. Бұған қарсы қаруласқанша мұны ұғып, ғадалетпен тәптештеуге керек. Мұндай фиғылдардан күпір қаупі де бар. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ақыр заманда 1 жылдық 1 күн болар дегенде, сахаба-и карамлар бұл 1 жылдық 1 күнде намаз нешеу болар деп сұрағанда, оның пәтуасын сол заманның ғалымдары білер деген сөзінен ғибратланып қарасаң, замана өзгеруімен қағидалар өзгерілмегенін білдіргені мағлұм болады. Бұл күндегі тақсил ғулум ескі медреселер ғұрпында болып, бұл заманға пайдасы жоқ болады. Соған қарай Ғусманияда мектеп харбия, мектеп руждиялар салынып, жаңа низамға айналған. Мұндағылар ұзақ жылдар өмір өткізіп, ғылымды пайдасыз ұзақ бахастар бірлән күнін өткізіп, мағишат дүниеде надан бір ессіз адам болып шығады да, ешбір харекетке лайықты жоқ болған соң, адам аулауға, адам алдауға салынады. Көбінесе мұндай ессіздердің насихаты да тәсирсіз болады. Дүниенің мағмұрлығы бір түрлі ақылға нұр беріп тұратұғын нәрсе. Жоқшылықтың адамды хайуандандырып жіберетіні де болады.
Бәлки, дүниенің ғылымын білмей қалмақтық бір үлкен зарарлы надандық, ол Құранда сөгілген. Дүниеде кім өзіне өзгешілік бермек, қасады бірлән малға махаббатын аударған дүние болмаса, иқсанда қолым қысқа болмасын деп, һәм өзім біреуге тамғылы болмайын деп, малға махаббатын аудармай, ізгілікке бола халал кәсіп бірлән тапқан дүние емес. Біз ғылымды сатып, мал іздемек емеспіз. Мал бірлән ғылым кәсіп қылмақпыз. Өнер өзі де мал, өнерді үйренбек өзі де иқсан. Бірақ ол өнер ғадалаттан шықпасын, шарғыға муафиқ болсын. Адамға халінші иқсанды болмақ қарыз іс. Бірақ өзгелердің иқсанына сүйенбек дұрыс емес. Моллалар тұра тұрсын. Құсусан бұл заманның ишандарына бек сақ болыңыздар. Олар фитна ғалым, бұлардан залалдан басқа еш нәрсе шықпайды. Өздері хүкім шариғатты таза білмейді, көбі надан болады. Одан асып, өзін-өзі ақыл тарихат біліп және біреуді жеткізбек дағуасын қылады. Бұл іс олардың сыбағасы емес, бұлардың жеткізбегі мұхал, бұлар адам аздырушылар. Хатта дінге де залалды. Бұлардың сүйгені надандар, сөйлегені жалған, дәлелдері таспығы менен шалмалары, онан басқа еш нәрсе жоқ. Енді біліңіз, ей перзенттер, Құдай тағаланың жолы деген жол Алла тағаланың өзіндей ниһаятсыз болады. Оның ниһаятына ешкім жетпейді. Бірақ сол жолға жүруді өзіне шарт қылып, кім қадам басты, ол таза мұсылман, толық адам делінеді. Дүниеде түпкі мақсатың өз пайдаң болса, өз ниһаятлысын. Ол жол Құдайдың жолы емес. Ғаламнан жиылсын, маған құйылсын, отырған орныма ағып келе берсін деген ол не деген нысап? Не түрлі болса да, я дүниеңнен, я ақылыңнан, я малыңнан ғадалат шапағат секілді біреулерге жақсылық тигізбек мақсаты болса, ол жол Құданың жолы. Ол ниһаятсыз жол. Сол ниһаятсыз жолға аяғыңды берік бастың. Ниһаятсыз Құдаға тағырып, хасил болып, хас езгі құлдарынан болмақ үміт бар. Өзге жолда не үміт бар? Кейбіреулердің бар өнері мақсаты киімін түзетпек, жүріс-тұрысын түзетпек болады да, мұнысын өзіне бар дәулет біледі. Бұл істерінің бәрі өзін көрсетпек, өзін-өзі базарға салып, бір ақылы көзіндегі ақымақтарға бәрекелді дегізбек. Осындай болар ма едік деп біреулер талаптанар. Біреулер осындай бола алмадық деп күйінер. Мұнан не пайда шықты? Сыртқы қасиет бітпейді, Алла тағала қарайтұғын қалыбыңа, боямасыз ықыласыңа қасиет бітеді. Бұл айнаға табынғандардың ақылы қаншалық өсер дейсің? Ақыл өссе, ол түпсіз терең жақсылық сүймектікпен өсер. Құдай тағала дүниені камалатты шеберлікпен жаратқан, һәм адам баласын өссін, өнсін деп жаратқан. Сол өсіп өну жолындағы адамның талап қылып ізденер қарызды ісінің алды әуелі дос көбейтпек. Ол досын көбейтпектің табылмағы өзінің өзгелерге қолыңнан келгенінше достық мақамында болмақ. Кімге достығың болса, достық шақырады. Ең аяғы ешкімге қас сағынбастық һәм өзіне өзгешілік беремін деп, өзін тілмен, яқылықпен артық көрсетпек мақсатынан аулақ болмақ. Бұл өзін-өзі артық көрсетпек екі түрлі. Әуелгісі, әрбір жаманшылықтың жағасында тұрып адамның адамдығын бұзатын, жаманшылықтан бойын жимақтық, бұл адамға нұр болады. Екіншісі, өзін-өзі өзгешілікпен артық көрсетпек, адамдықтың нұрын, гүлін бұзады. Үшіншісі, қастық қылмақ, қор тұтпақ, кемітпек, олар дұшпандық шақырады. Һәм өзі өзгеше тұтатын демектің түбі мақтан. Әрбір мақтан біреуден асамын деген күншілдік бітіреді де, күншілдікті қозғайды. Бұл үш түрлі істің жоқтығы адамның көңіліне тыныштық береді.
әрбір көңіл тыныштығы көңілге талап салады. Күллі адам баласын қор қылатын үш нәрсе бар, сонан қашпақ керек. Әуелі надандық, екіншісі еріншектік, үшінші залымдық деп білесің. Надандық білім ғылымның жоқтығы, дүниеде ешбір нәрсені оларсыз біліп болмайды. Білімсіздік хайуандық болады. Еріншектік күллі дүниедегі өнердің дұшпаны, талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік бәрі осыдан шығады. Залымдық адам баласының дұшпаны. Адам баласына дұшпан болса, адамнан бөлінеді, бір жыртқыш хайуан қисабына қосылады. Бұлардың емі халақына махаббат, халық ғаламға шапқат, қайратты, тұрлаулы, ғадалат ісінің алдартын байқарлық білімі, ғылымы болсын. Ол білім ғылымы құдаға мұқтади болсын. Ғылым әуелі ғалами ғылымға мұқтади болсын. Яғни Құдай тағала бұл ғаламды жаратты, ерінбейді. Келісіменен, хикметпенен кәмәләтті бір жолға салып жасады. Сіздердің ісіңізде бір жақсылық бина қылып, арқа сүйерлік шеберлікпенен болсын. Және Құдай тағала әрне жаратты. Бір түрлі пайдалы хикметі бар. Сенің де ісіңнен бір зарар шығып кеткендей болмай, көпке пайда боларлық бір үміті бар іс болсын. Бұларсыз іс емес. Бәлки бұларсыз тағат та тағат емес. Белгілі Құдай тағала ешбір нәрсені хикметсіз жаратпады, ешбір нәрсеге хикметсіз тахлиқ қылмады. Бәрінің хикметі бар, бәрінің себебі бар. Біздің ғауам былай тұрсын, ғылымға, махаббаты барларға себеп. Парыздарды білмекке іжтиһат ләзім. Сіздер әрбір ғамал қылсаңыз, ізгілік деп қыласыз. Ізгілікке бола хаст етіп ниет етесіз. Ниет оның парызынан хисап. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадис шарифі иннама лағмал бин ниет деген. Енді ниет еттіңіз тахарат алмаққа, намаз оқымаққа, ораза тұтпаққа. Бұл тағаттарды ниетіңіз захирынан қалыпсыз ғибадатқа жетпегендігі кемшілік емес пе? Сіздің батиніңіз таза болмаға әуелі иман болып, бұл захир ғибадатыңыз иманды болған соң ғана парыз болған. Сіздің захиріңіздағы ғибадат, батиніңіздағы иманның көлеңкесі һәм сол иманның нұрланып тұрмағына көрік үшін бұйырылған. Оның үшін ғұламалар иман екеу емес біреу, бірақ ізгі тағатпенен нұрланады. Тағат жоқ болса, күңгірттенеді, бәлкім сөну қаупі де бар деген. Егер надандар ол ғибадаттың ішкі сырын ескермей қылса, соны қылып жүріп, иманы сөнер деген. Менің қаупім бар, олар хас осы ғибадат екен. Құданың бізге бұйырғаны, біз осыны қылсақ, мұсылмандық кәміл болады деп ойлайды. Ол ғибадат күзетшісі еді. Күзетші күзеткен нәрсенің амандығын ойламай, бір ғана ояу тұрмағын хаст қылса, ол не күзет? Күзеткен нәрсесі қайда кетеді? Мақсат күзетілген нәрсенің амандығы, тазалығы емес пе? Ей ишараттан хабарсыздар, қара! Бұл ғибадаттан бір үлкені намаз. Ол намаздан әуелі тахарат алмақ, онан соң намазға шұрық қылмақ. Ол тахараттың алды истинжа еді. Мұны бір берік ойлап тұр. Аяғы екі аяққа масықпенен бітуші еді. Бұлар хаммасы болмаса көбі ишарат еді. Истинжада көтеніңізді жуасыз. Сіздің көтеніңізді ешкімге керегі жоқ еді. Онымен сезімді, тазалыққа ергендігіңді, кәміл ықыласыңды көрсетіп, ішімнің сафлығының соңында халық көрер, сыртымды де пәк етемін, һәм көзге көрінбейтін ағзаларымды да пәк етемін. Бұл пәктіктің үстінде Аллаға дұға айтамын деп әзірленесіз. Енді намаздың аты салауат, дұға мағынасында деген. Аяқта, мойында болған масқылар ол жумақ емес, өздері де жуылы деген көрсеткен ишараты. Намаздан әуелі құлақ қақтыңыз. Егер Алла тағаланы жоғары деп мәкан исфат етпесен де, бегірек созу әдепсіз болып, күнә дариясына ғарық болдым, яғни дүние әуесіне ғарық қылмай қолымнан тарт, яғни құтыларлық жәрдемдерінің ишараты. Онан соң қиямда тұрып қол бағыламақ,
қожа алдында тұрмақ, Бұхара патша алдында тұрғаннан артық Алланың қадірлігіне, өзінің ғажиздығына, иқрарының беріктігін көрсеткен ишараты. Қыбылаға қарамақ әрине Құдай тағалаға ешбір орын мүмкін емес болса да, зиратын парыз еткен орынға жүзін қаратып, сондағы дұғадай қабылдыққа жақын болар ма екен деген ишараты. Онан соң қираәт, яғни сурафи фатиха оқисын. Мұнда бірақ сөз ұзарады. Ол Фатиха сүресінің мағыналарында көп сыр бар. Рукух, бас ұрмақ алдында Құда қазірге ұқсас, ол да ишарат. Сәжделер әуелі жерден жарылғанына ықрары, екіншісі және жерге қайтпағына ықрары, бас көтермек және тіріліп, сұрау бермегіне ықрарының ишараты. Қағадат, ол ақир, дұғаның ақырында Аллаға тақият, одан ташахуд, одан салауат, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға айтпақ үшін ең ақырғы сәлемменен тауысасыз, яғни Алла тағаладан не тілеп дұға қылдыңыз. Ол дұға қазинасы күллі мұсылмандарды ортақтастырып, оларға да сәлематшілік тілеп, һәм рахмет тілеп бітіресіз. Бұл сөзден не ғибратландық?